Ассалаумағалейкум қазақ елі, отандастар, жерлестер, туыстар, бауырлар. Мен Машан қыздарыңыз, әдеттегідей Америкадан алдарыңызға шығып тұрмын. Шыға салысымен тағы да сіздерге лайк жөнінде естеріңізге сала кеткім келеді, әрі менің арнама тіркеліп, осы бейне жазбаларды тарқата отырсаңыздар, сіздерден көп маған көмек болар еді. Ал тақырыпқа келетін болса, көздеріңіз естігендей, мынау Назарбаевтың жыры жалғасуда. Бұл жаңағы білмеймін енді бұл шуды не үшін шығартқан, егер бұның қолынан келер еді, жымын білдірмей, дымын білдірмей бәрін жасатып кетуге. Ал жоқ, бірақ бұл ақпарат шығып кетті, бәрі естіді. Ойбай, Назарбаев жүрегіне ота жасатыпты, Астанадағы емханалардың бірінде, сондай да бұндай деп, Ал оны жаңағы емшісі, жаңағы доктор Пи айтып жатыр, бұл ота емес, кәдімгідей кезекті бір ем-домын алды деп. Мақұл, несін алса да, мен бұл жаңағы отаны жоққа шығарып тұрғаны, бұл ойлап отырған шығар, қазақ елі оған өлімді тілеп отыр деп. Жоқ, қазақ елі оған ұзақ өмір тілеп отыр. Оны ұзақ өмір тілеп, оны Гага сотында көргісі келіп отыр. Бұл жаңағы жер бетінен мынау қазақ халқына жасаған қиянатына жауап бермей кетпеу керек, Алла тағалам айтады ғой, жаңағы көрмей өлмейсің дейді. Ол бәрін көресіні көреді. Оған ондай рахат өлімді Алла тағалам бұйыртады деп ойламаймын, Оны жаңағы өзінің қалағанына ғана, қалаулыларға ғана бұйыратын шығар ондай рахат өлім. Тым-тырыс барып өле салатын. Құдай кешірсін, көпірлік сөйлеп тұрсам, бірақ енді бұл кісі Назарбаев ондай өлімдіге недостоин, лайықты емес ондайға. Бұның енді жаңағы бүкіл баяғы президенттік иммунитеттеріне қоса, бұда жаңағы халықтың қарғысына да иммунитеті өте күшті екен. Әйтпесе басқа кісі болса, нағыз адам болса, жүрегі, шын мәнінде жүрегі бар болса, мұншама болып жатқан жағдайларға жүрегі шыдамай, шынымен де жүріп кету керек еді. Бұны алдында немересі өлді, одан қалды бұның өзін халық қандай масқара қылды, кет деді, осының бәріне шыдап жүрген жүрегі оныңкі өтірік жүрек екен. Шынымен де мынау Серікжан Біляш айтпақшы, ол деген бәр ішкі құрылысын бәрін өзгертіп тастаған дейді жас жігіттің. Міне енді ол кездерде күліп тыңдайтын едім, қазір мына Назарбаевқа қарап отырып, осы Серікжанның сөзіне сенуге тура келіп тұр. Өйткені бұндайға енді адамның жүрегі де, жаны да шыдамас еді, күйіктен күйіп кету керек еді. Бұл күйген түгі жоқ, тайраңдап, мені көрдіңдер ма, менің хәлім күшті, денсаулығым бәрінен де мықты деп шапқылап жүр. Жүре тұрсын Гага сотына дейін, Алла тағалам соны Гага сотына апарып берсе, біздің алғысымыз шексіз болар еді. Міне, ал қазақ еліне айтарым, біз қазақ елі қарапайым халықпыз, ешкімге өлім тілемейміз. Тілейтініміз, мынау қас жауымыздың өзіне тілейтініміз ұзақ өмір, ұзақ ғұмыр, сол Гага сотында шіруін тілейік. Сол үшін халқым бірігейік, бәріміз бір ауыздан ОДКБ-дан шығатынымызды, Евразия одағынан шығатынымызды, Ресейді еш жағынан да қолдамайтынымызды, Ресейдің Украинаға ашқан соғысына түбегейлі қарсы екенімізді, әрі Тоқаевтың кешегі Біріккен ұлттар ұйымындағы Путинді қолдап кеткен жерін қазақ елі қолдамайды, қазақ елі кешірмейді, қазақ елі Қаңтарды кешірмейді, қазақ елі Жаңаөзенді кешірмейді, қазақ елі Желтоқсанды кешірмейді. Оның ортасындағы қайтыс болған біздің осы жүйенің кесірінен қайтыс болып кеткен белсенділерімізді кешірмейді, Айкөркемді кешірмейді. Ешқандай төгілген қанды, осы ұры жүйенің кесірінен төгілген қанды халық кешірмейді. Бәріне жауапты береді. Тоқаевтың күні санаулы. Ресей ыдырай бастады.
ол әлі де ыдырай түседі, ол күн жақын. Соған сенейік халқым. Бәріміз сеніп, бірігіп, мынау X күнін жақындатып, сол X күні батырларымыздың жанынан табыла білейік. Сөйтіп, өзіміз, өз қолымызға билікті алып, мынау бейбіт те демократиялы өмірімізге бет бұрайық. Алға қазақ елі!